Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте дәмді болып пісіп шығатын, әрі тез дайындалатын чебурекидің рецептісін ұсынатын боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Сіздермен болған Айзада. Ең алдымен біз қайнаған бөлме температурасында суыған суымызға тұзымызды салып, жақсылап ерітіп, ұнымызға құямыз. Майымызды құйып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамыр жұмсақ болмайды, қаттылау қамыр шығады. Жақсылап илеп болғанымыздан кейін қамырды 15 минутқа салафанға салып орап қоямыз. Орап болған 15 минут өткеннен кейін тағы да июн қанғанша илеп, тағы да 15 минутқа орап қоямыз. Пиязды осылай блендермен жақсылап езіп аламын. Қатты езбейміз. Жай блендермен араластырып отырып езіп аламыз. Егер де блендер жоқ болса, теркамен өткізуге де болады. Осылай қызып тұрған майымызға етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін пиязымызды салып, жақсылап араластырып, тұз бұрышын дәміне қарай саламыз. Жақсылап қуырып пісіп болғаннан кейін бөлек ыдысқа салып суытып қоямыз. Қамырды осылай мен бір келкі етіп, бірдей етіп бөліп шықтым. 30-32 граммнан. Қамырды жаямыз. Қамырды егер сіздерде қатты жабысып қалатындай жағдай болса, кішкене ұн сеуіп жаюыңызға болады. Осылай жұқа етіп жайып, біраз қасық салмасын салып, чебурекимізді түйетін боламыз. Осылай шет-шетін жақсылап басып шығамыз. Артық жерін мен осылай кесіп алып тастадым. Артығын қайтадан пакетке салып қойып қойдым. Кесіп болғанымыздан кейін де шетін жақсылап осылай басып шығамыз. Өйткені майға түскен кезде ашылып кетуі мүмкін. Қызып тұрған майымызға салып, екі шетін қызарғанша қуырып пісіріп аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай әрі дәмді болып шығады. Сіздермен болған мен Айзада. Каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыздар.